Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін духовкада котлет жасайтын боламын. Оған қажетті азық-түлік 250 грамм сиыр еті, 1 картоп, 1 пияз, сарымсақ, 2 бөлік нан, 1 жұмыртқа. Алдымен нанды ыдысқа салып, үстіне су құйып 5 минутқа қоямыз. Қалған барлық азық-түлікті ет тартқыштан өткіземіз. Егер сіздерде дайын фарш болса, картоп пен пиязды үккіштен теркадан өткізсеңіздер болады. Үстіне сығылған нанды, жұмыртқаны қосып, татымына қарай тұзын, бұрышын қосамыз. Фаршты жақсылап араластырып, котлет пішімге келтіріп, майланған қалыпқа саламыз. 200 градуста қызып тұрған пеште 25 минут пісіреміз. Ұнаса каналыма жазылып, лайк қойуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.